Енді өңір жаңалықтарына келейік. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев шағын футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері және ойыншыларымен кездесті. Кездесу барысында облыс басшысы Еуропа чемпионатында үздік өнер көрсеткен команда мүшелерін жеңісімен құттықтады. Сондай-ақ ол Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионның материалдық техникалық базасымен танысты. Толығырақ Әнуарбек Мырзатайұлының бейнематериалында. Биыл шағын футболдан еліміздің құрама командасы зор жетістікке жетті. Сербияда өткен Еуропа чемпионатында жүлделі 3-ші орынды иеленді. Айбынды додаға алғаш рет қатысса да, ойыншыларымыз мықты деген еуропалық командалардан басым түсті. И то, что вы сделали в этом году, это, можно сказать, такое чудо вы совершили. Сіздердің биылғы жеңістеріңді үлкен жетістік деп бағалаймын. Еуропалық деңгейдегі чемпионатқа бірінші рет қатыса отырып, қола медаль иегері атану үлкен еңбек. Италия, Сербия, Хорватия ойыншыларының мүмкіндіктерін ескерсек, үздік өнер көрсетудің оңай болмағанын түсінеміз. Бұл Қазақстан футболы үшін зор мәртебе. Облыс әкімімен кездескен құрама команда сапында топтың бас бапкері бразилиялық маман Какау, қақпашы Игита және құрлық чемпионатында 6 голдың авторы атанған Серік Жаманқұлов пен ақтөбелік футболшы Григорий Шамро болды. Олар ойынның өту барысын айтып, алдағы жоспарлармен де бөлісті. Бас бапкер Бразилия азаматы болса да, қазақ елін етене жақын тартатынын жеткізді. Сондықтан да алдағы уақытта ел футболын дамытуда аянып қалмайтынын атап өтті. Облыс басшысы еліміздің абыройын асқақтатқан команда мүшелеріне алғысын білдіріп, бас бапкер мен ойыншыларға сыйлықтар табыс етті. Футболшылар да өз кезегінде облыс әкіміне 4-ші нөмірлі жейде мен ойыншылардың қолтаңбасы бар допты сыйға тартты. Бразилияға барғанда сол жерде көргеніміз, естігеніміз, үлкен футбол мен футзал екеуін қатар алып жүріп екен. Детский школасы, бізде кейбір ойыншылардан сұраймын, неге үлкен футболға бармады? Етем олар 14-15 жасқа өздері қандай футзал үлкен футбол ойнап жүр екенде, қай жағында жақсы нәтижелер көрсе, ойындар жүреді. Сондай кезде өздері таңдайды екен. Еуропа чемпионатында ең мықты бомбардир болу деген ол ана қазақтың жігіттерінің маңдайына жазып алған. Сен бірінші шықтың. Ол енді мини футболды жаңа өзің айтып жатсың ғой, оның орны бөлек. Анау Бразилиядағы үлкен футбол менен кіші футболды бірге алып жүрген дұрыс. Өйткені халық мини футбол жақсы көреді, көп барады. Мини футболмен көп байланысады. Сен енді анау Еуропаның чемпионатында сол жаңағы Сербиядағы болған жанкүйерлерге қазақ деген ұлттың барын көрсеттің. Сондықтан саған айналайын табыс тілейміз. Сен енді мына жаңа тасың жігіт екенсің. Нағыз енді біздің ұлттардың көп тұратын. Сосын мен ойлаймын, сенің намысың бар деп. Шағын футболдан еліміздің құрама командасы келесі ойын 22 наурызда польшалықтармен өткізбек. Ол ойынның қорытындысы Колумбияда өтетін әлем чемпионатына жолдама иеленуге әсер етпек. Бүгінгі шара барысында аймақта футзалдарды дамыту мәселесі де айтылды. Облыс әкімінің айтуынша бұл мақсатта биыл жыл соңына дейін Ақтөбеде спорт түрлерін дәріптейтін арнаулы орталық салынбақ. Футболға басымдық берілетін орталық үшін қомақты қаржы да қарастырылған. Кездесу соңында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Қобыланды Батыр атындағы стадионның материалдық техникалық базасын көрді. Ойыншылар бөлмелерімен алаңында болып, жергілікті футболшыларды даярлау жұмысымен танысты. Айта кету керек, ел чемпионаты аясындағы алғашқы ойын Ақтөбе футболшылары 13 сәуір күні Шымкенттік Ордабасымен өткізеді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.